Ал Қызылорда встречай нас деп 16 сәуір күні шықтық жолға. Азанда сәресінен кейін ауыз бекітіп болғаннан кейін шықтық. Таңғы сағат 6-да ровно шыққан едік. Ровно сағат 12-де жетіп бардық қой. Бірақ Қызылордаға жақындай берген кезде бір қызық жағдайлар болды. Қазір оны айтып беремін. Қызылордаға жақындай берген кезде сағатымыз ауысып кетті. Бір сағат артта жүреді деген оны білмейміз. Машинадағы сағат басқа, телефондағы сағат басқа. Мынау не бұндай деп таныстардың бәріне звондай бастадық сонымен. Сөйтсек, біз Қызылорда біздің Сарыағаштан бір сағат артта жүреді екен. Мә дегенсің ғой. Біздің сағатпен 12-де жетіп бардық. Қызылорданың сағатымен сағат 11 болып тұр да. Әлі беймарал үлгереді екен ғой. Салонға да барып үлгереміз, видео түсіріп үлгереміз деп. Қызылордалық шәкіртім Орынкүл ханым бүгін шар сататын дүкенін ашып жатыр. Соған байланысты мен ат терлетіп Сарыағаштан Қызылордаға келген жайым бар. Қызылорда қаласы біздің Сарыағаштан кәдімгідей суық екен, еще жел болып тұр. Анандай ғой, машинамыздың өзі желге бүйтіп қимылдап бардық қой барғанша. Орынкүл ханым мені салонға жазып қойған екен. Сол салонға келіп, шашымды әрлеп, бетімді әдемі макияждар жасатып, дайындалып, Орынкүл ханым енді мені сыйлап, мен сіздің жолыңызды берсін деген ниетпен мені шақырып отыр. Қызыл лентамды кесіңіз, менің дүкенімнің ашылу салтанатына келіңіз, қонақ болыңыз деп. Салоннан әдемі болып шығып, сосын кейін гүл алып алайын дедім. Сөйтіп салоннан шыққан жерде өзі гүл сататын әдемі үлкен дүкен бар екен. Осы жерден таңдап жүріп роза гүл букет алдым. Салонның гүлдердің бағалары біздің Сарыағашпен салыстырғанда қатты айырмашылық көрген жоқпын. Почти что бірдей. Қатты қымбат емес, қатты арзан емес, бізде Сарыағаштағыдай бағалар екен. Менің бір байқағаным Қызылордада камера көп екен. Кәдімгі жол ережесін бақылап отыратын камералар бар ғой. Сергек деген сияқты сондай камералар өте көп екен. Бізде Сарыағашта енді бірен-саран ғана жерде болады ғой. Ал бұл жақта каждый шаг камера, біз енді антирадар қосып алғанбыз. Сол жерде қайта айта берді. Мына жерде мынанша скоростьта жүріңіз, мынанша. Гүлімізді алып, жаңағы дүкеннің орнына келсек, уже Орынкүл ханымның бүткіл туысқандары, көршілері, группалас, ағайын туыс барлығы жүр екен. Барлығы да Орынкүл ханымның қуанышына ортақтасу мақсатында келген, сыйлап, құрметтеп. Қызылордалық шәкіртім менің екінші потогымда оқыған, бірақ бір 3-4 айдай айналыспады бұл жұмыспен. Где-то бір 3-4 айдан кейін бастады. Қазір уже бұл кісінің айналысып жатқанына 7-8 ай болды. Шар бизнесіне қосымша осындай тедди мишкалар қосқан, тағы да біраз нәрселер қосқан. Негізі той таласына қатысты дүниелердің барлығын оптым, торт та жасайды. Кезінде Орынкүл ханымда маған сомнениямен қорқып зорға курсты алған болатын. Қалай болады екен, қолымнан келеді ма, мен үйде отырған ана едім, жасай аламын ба, қиын ба, оңай ма, қанша ақша керек деген сияқты сан түрлі сұрақтармен келген болатын. Ал қазір неге ертерек бастамадым екен, неге ертерек осы бизнесті көрмеген екенмін деп айтады, бірақ ештен кеш жақсы. Кеш болса да, зато қазір уже білікті маман, өзінің жұмысын жақсы біледі. Ең бастысы осы бизнес арқылы үйде отырып айына 300-400 мың теңге табыс тауып отыр. Ойлаңыздаршы, үйде отырған анаға айына 300-400 мың теңге кім береді? Мен ондай жоғары дәрежеде өтеді деп ойламадым, бірақтан барлығда өлең айтып, тілектерін айтып, ата-апалары баталарын беріп, барлығда өте керемет жақсы жандар екен. Сыртта да биледік, іште де биледік. Билеңіз қарындас деп қойып мен билеткізіп жатыр ғой. Мен олай көп сыйлық алам деп ойламадым, бірақтан Орынкүл ханым маған сыйлықты да берді, торт та берді. Білесіздер ме, даже аузыңыз жабық екен ғой, үйіңізге барып ет ас күтіп алам деген едім, болмай қалды, аузыңыз бері екен, ауызашарға қалыңыз деп мені көндіре алмай ақырында қазы беріп жіберді, білесіздер ме? Қызылорданың етін жеп көріңіз, Қызылорданың қазысын жеп көріңіз, дәмі аузыңызда мәңгі қалады деп мақтап қазы, тортты білесіздер ме, еще өзі пісірген ғой. Орынкүл ханым өте пысық, сондай ашық жарқын келіншек, рахмет, күшті күтіп алды, сыйлықтар берді. Құдай қаласа ашып жатқан кәсібі нәсіпті болсын, менің жолымды берсін деген ақ ниетімді, тілегімді білдіріп қайттық. Сосын кейін біз Түркістанға жетем дегенше тура ауыз ашатын уақыт болған екен. Сөйтіп Түркістаннан Дорба деген ресторан жолдың бойында тұр екен. Соған кіріп, аузымызды ашып, ол жерде еще жарамазан айтып келді. Былайша айтқанда кешегі күн мен үшін күшті, керемет, сәтті күндердің бірі болды. Рахмет. Қызылордалықтар өздерінің қонақтарын құдайдай күтетін сондай керемет жандар екен. Ал менің бір күнім осылай әдемі өтті.